Үшінші мысалда біздің парабола абсцисса осінің жаңа өтіп жатыр. Демек, бұл жерде дискриминантымыз үш мүшенің нөлге тең болады. Ал енді қараймыз. Мына формуланы қолдана отырып, параболаның төбесі минус 3-те 0 нүктесінде екенін анықтаймыз. Б қосымша нүктеміз біздің 0-де 8-ге тең. Демек, М-нің орнына біз минус 3-ті, N-нің орнына 0-ді, X-тің орнына 0-ді, Y-тің орнына 8 деген санды қойып өтеміз. Y тең А көбейтілген X минус M квадрат плюс N формуласына 8 тең А көбейтілген 0 минус плюс 3 болады. Минус 3-імізді теріс таңбамен алғанда квадрат қосылған 0 болды. 8 тең А көбейтілген 9-ға. А тең болады 9-дан 8. Демек, біздің формула Y тең 8-ден 9 жақшада X плюс 3-тің квадраты қосылған 0 болады. 9-дан 8 көбейтілген X квадрат плюс 6X плюс 9 деп квадрат екі мүшенің квадратын ашамыз. Алдындағы коэффициентке көбейтеміз. Жауабы 8-ден 9X квадрат. Мына жерде 6 мен 9 қысқарған кезде бізде 3-тен 16X болады. 9 бен 9 қысқарат, қосылған 8 болады. Мына жерде бүтін бөлігін шығару үшін 5-ші класстағы білімді қолданамыз. 9-дан 8X квадрат қосылған 5 бүтін бөлігін шығарамыз. 3-тен 1X қосылған 8. Енді қараңдар, бос мүшесі плюс 8, параболамыз 8 нүктесінен өтіп отыр. Төртінші мысал. Бұл жерде дискриминант, квадрат үш мүшенің дискриминанты 0-ге тең. Өз беттерінше шығарып, жауабын комментарийға жаза кетіңіздер.